Қайырлы күн баршаға. Бізден бір ой подкастының бүгінгі кезекті саны ұлттық бірыңғай тестіге психологиялық дайындық деген тақырыпта өтпекші. Бүгінгі біздің қонақтарымыз 4-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушылары. Таныстыра кеткенді жөн көріп отырмын. Ең әуелі Асқарбек Құндыз, Бижан Жұлдызай және де ISEF 25 халықаралық жобалар көрмесінің финалисі, Америка құрама штаттарына жуықта ғана барып қайтқан біздің мектебіміздің мақтанышы Сатыбалдин Батырхан және де біздің Бердалы Іңкәр. Қош келіпсіздер. Ал оқушылар осыдан 11 жыл бұрын осы мектеп гимназиясының табалдырығына тарыдай болып төгілгенсіңдер. Бүгін мінекей уақыт деген зымырап өтіп, бүгін осы алтын ұя мектептеріңмен қоштасып, осы мектептен ұясынан ұшайын деп отырсыздар. Сондықтан бүгінгі әсерлеріңіз, жалпы мектепке деген көзқарастарыңыз қалыптасып, енді сіздермен осы мектеп қалғанмен, бірақ мектеп сіздердің жүректеріңізде мәңгі сақталады деп ойлаймын. Алтын ұя мектептерін ұмытпайды деп ойлаймын сіздерді. Осыған дейінгі және осыдан кейінгі балаларға сіздердің жақсы жолдарыңызды берсін балалар. Ең әуелі алғашқы сұрағым, жалпы алдағы уақытта өмірлеріңіздегі ең маңызды кезең ғой. Бірнеше-ақ күндер қалды, ұлттық бірыңғай тест тапсырасыздар. Жолдарыңыз ақ болсын, маңдайларыңыз жарық болсын балалар. Осы оқу жылында қандай көңіл-күй болды сіздерде? Сол жағдайында жалпы аз ғана сұхбат құрайық. Жалпы ұлттық бірыңғай тестіге дайындықтарыңыз қандай? Дайындықты мен осы 11-ші сыныпта қыркүйек айында бастадым. 9 ай болып қалды. Дайындығым жақсы, курспен дайындалып жүрмін. Менде де солай. 11-ші сыныптың басында офлайн курстарға жазылған болатын. Ол жерде дайындығым негізі жақсы болды. Көптеген база қалыптасты деп ойлаймын. Себебі мен басында 11 жыл бойы осы түсетін мамандығыма түспеймін деп ойлағам. Сол үшін қазіргі тапсырып жатқан пәндеріме аса көп көңіл бөлмеген. Бірақ осы 11-ші сыныптың ортасында жаз айында осы мамандыққа түсем деп шешіп, 11-ші сыныпта осы бір жыл аралығында толықтай өз тапсыратын пәндерімді толық меңгердім деп ойлаймын. Дайындығым тоже жақсы. Мен өз дайындығымды қыркүйек айында бастаған едім, бірақ оны қыс біткеннен кейін тоқтатып, ұбт тапсырмаймын деп шештім. Демек сіз шетелге оқуға түсесіз. Тамаша. Іңкәр? Мен де өз дайындығымды қыркүйек айында бастадым. Мен шығармашылыққа түсем. Сондықтан мен дайындығым кішкене өзгешелеу. Сол негізі мен де түсіп кетемін деп ойлаймын грантқа. Тамаша, жолдарыңыз болсын. Жалпы осы ұлттық бірыңғай тестіге дайындалған сәттерде қандай әдістер қолданасыздар? Ең бірінші база бойынша жаттау керек. Барлық сыныпта, яғни бізде 5-ші сыныптан бастап сабақ береді ғой, яғни не береді ғой, ұбт тест центр өзінің қандай спецификасын береді ғой, сол спецификасы бойынша дайындалу керек деп ойлаймын. Мен сөйтіп дайындалып жүрмін енді. Тарихтан 100 датаны жаттап жүрмін. Сосын өз бейіндік пәндеріме көп көңіл бөліп жүрмін негізінде. Негізгі пәндермен қатар алып. Ең бірінші дайындықты бастар алдында психологиялық тұрғыда кішкене өзіңді дайындау керек. Себебі бұл ұбт енді үлкен нәрсе ғой, қазіргі біздің өміріміздегі ең алғашқы осындай маңызды үлкен бір оқиға қадамы. Сондықтан да ең алдымен біз өзімізді дайындау керекпіз. Әрине құлайтын сәттер болды, көтеретін сәттер болды. Соған кішкене өзіңді пәндер арқылы емес, кішкене жан дүниеңді дайындап, содан кейін дайындықты бастау өте оңай болып кетеді. Потому что өзіңе сенімді боласың. Солай ең алғашында бастау керек деп ойлаймын. Тамаша. Ал мен болсам, өзі бір жылдың ішінде біз сонша ақпаратты өзіміздің миымызға құюымыз керек, біз оны біліп алуымыз керек, немесе жаттауымыз керек. Сондықтан маған оңай және көбісіне мен жақындарыма оңай метод ол ассоциация дейді. Белгілеген бір тақырыпты бір нәрсемен ассоциировать етіп, сол арқылы жаттау оңайырақ болады. Мысалы сұрақты көрген кезде сол ассоциация сұрақтың жауабынан бірінші есіне келіп, мысалы шын өмірде де бір нәрсені бір өмірдегі кейбір кезектерді біз миымызға құйып аламыз. Сол сияқты
осындай ұбт-нан жаттау керек жерлерін даталарды ассоциациямен жаттасам оңайырақ деп ойлаймын. Басқа нәрсемен сәйкестендіру арқылы бір бейнені мида елес ретінде қабылдау, иә, тамаша. Елестету арқылы ол мида жақсы қабылданады деп тұрсыз, иә, тамаша. Іңкәр, сіз қандай әдістер қолданасыз? Менің ойымша сол бағыттағы адамдармен көп араласу керек, яғни мейлі ол тарих болсын, күнде бір-біріне тарихтан бірнеше сұрақтар қойып, солай қызығырақ деп ойлаймын, және миға да тез сіңісіп кетеді деп ойлаймын. Өзің бүйтіп, жалғыз өзің бүйтіп ешкімге көңіл аудармай дайындалғаннан гөрі адамдармен сөйлесіп, саған осы сұрақ келді ме, қандай сұрақ, немесе аяқ астынан оған сұрақ қойып қалып, солай дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Практика жүзінде, иә, өзара бір-бірімен әрекеттесу арқылы, бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасау арқылы, тамаша, керемет. Жалпы өз-өздеріңізді қалай мотивациялайсыздар? Мотивацияны қалай бересіздер өз-өздеріңізге? Ең бірінші маған мотивация беретін нәрсе ол менің ата-анамның үміті. Сол ата-анамның үмітін ақтау деген мотивация. Одан кейін екінші өзімнің болашақ арманым. Яғни мен 10 сыныптан бастап армандағам мұғалім болуды. Сол арманымды жүзеге асыру үшін. Және үшінші мотивация ол қалаған универіме түсу. Сол? Менде мотивация дегенде мен негізі психология мамандығына түсіп жатырмын. Сондықтан да мен өзіме басқаша мотивация беремін. То есть мен ата-ананың үміті, біреудің үміті үшін істегім келмейді ол затты, потому что ол кезде маған қысым көбірек болады. Және де мен өзіме мотивация беремін. Түспей қалсам, жақсы екінші амалын табамыз. Мысалы, мен алдыға ойлап қойдым. Егер де мен түсе алмай қалсам грантқа, мен бірінші курс ақылға түсіп, одан кейін ары қарай грантқа ілініп кете аламын. Себебі мен жақсы оқи аламын. Және де басқаларға былай үміт артып, маған үміт артып жатыр деген ойларды наоборот кері шегемін. Себебі олай қысым болып кетеді маған. Басқалардың сізге үміт артуы сізге қысым береді, иә. Өйткені ол үміт сақтау керек қой. Иә. Тамаша. Сондықтан ешкімге жалпы өзгенің пікірін тыңдаған дұрыс, бірақ өз пікіріңізбен ғана санасыз, иә. Тамаша, ол өте жақсы қасиет. Өйткені өмір өздеріңіз қой, балалар. Өміріңізді қалай бағыттайсыз, неге бағыттайсыз, соған сәйкес нәтиже аласыз, иә. Тамаша, керемет. Батырхан, сізде? Негізі сол қысым туралы көптеген оқушылар қазіргі таңда осы ата-анамның үмітін ақтаймын деген ең басты критерийді миында сақтап, оларға егер мен грантқа түсе алмай қалсам, ауыртпашылық тудыртамын, үмітін ақтай алмаймын дегендер көп. Сондықтан да мен үшін мотивация ол өзім үшін керек. Мен егер түссем түстім, түспесем түспедім әлі. 12 жыл оқуға болады, болмаса 1 жыл дайындыққа көңіл бөлуге болады. Әрқашан осы ұбт-мен адамның өмірі аяқталмайды ғой. ұбт-сыз-ақ сен басқа да жолдармен оқуға түсе аласың. Шетелге немесе басқа да осы Қазақстанның университеттері де ұбт-сыз қабылдайды. Ал егер ұбт-ны мысалы осы жыл дұрыс тапсыра алмай қалып оқуға түсе алмасаң, сен де әлі мысалы 1 жыл платно оқып, бірінші жыл ақылы оқып, екінші жылы грантқа түссең, болмаса 1 жыл сол ұбт-ға қайтадан дайындығына көңіл бөлуге болады. Сондықтан да осы мотивация, мен үшін мотивация өзім үшін ғана. Өте тамаша. Маған керек нәрсе, маған керек болса, әрбір адам өзіне керек нәрсені істейді ғой. Тамаша. Ұлттық бірыңғай тесті демек соңғы аялдама емес, иә? Соңғы қадам да емес. Ол жай ғана бір ойын деп қабылдау керек оны, иә? Жай ғана бір кезең. Бұл кезеңнен жығылғаныңмен, сүрінгеніңмен қайта тұрып, Мұқағали айтпақшы, қайта тұрып жүгіруге әркімнің өз құқығы бар, дұрыс па? Ең бастысы сізде психологиялық жағдайда өзіңізді не істеу керек? Жемеу керек, дұрыс айтасыз. Өзіңізді көтермелеу, өзіңіз әрқашанда түсірмеу керек бағаңызды, иә? Сіздің қолыңыздан келетініне сену керек. Тамаша, Іңкәр? Менің мотивациям ол өз ісіме деген махаббатым. Мен елестетемін, сол мамандықта түстім, мен сол іспен айналысып жатырмын дегенді елестеткен кезде өзім кәдімгідей мотивациям оянып, сол істі жақсы көремін. Негізі шығармашылықта біз старшактармен тығыз байланыстамыз. Солардың сессиясына барып көрген кезде кәдімгідей мотивация оянады. Мен болашақта 1 жылдан кейін осымен айналысам, маған қызық деген нәрсе маған үлкен мотивация береді. Және екіншіден,
сол бәрі айтып отқандай грантқа түсу главный мақсат. Егер болмай бара жатса, сол платныйға түсіп, бірақ келесі жылда грантқа түсіп кету. Негізі мен грантта оқимын десе. Мен шештім, мен грантқа оқимын. Тамаша, керемет. Иә, лайым солай болсын. Жалпы ұлттық бірыңғай тестті, енді сіздердің арттарыңыздан да оқушылар келеді ғой, келер жылы 11-ші сынып болатын оқушылар. Сол оқушылар тыңдаса да, мысалы, жалпы ұлттық бірыңғай тестті деп ойлаған кезде қандай сезім пайда болады? Үрей пайда болады. Менде ондай үрей жоқ, қорқыныш та жоқ. Жай ғана өз-өзіме деген сенім пайда болады, және де болашаққа деген бір қадам. Сіз жаңа ғана айттыңыз ғой, ұбт деген ол соңы емес. ұбт ол біздің жай ғана үлкен өміріміздің бір бөлшегі ғой. ұбт-дан да басқа кейін қиындықтар болады. Сен ұбт-дан сынып қалсаң, онда кейін өмірдің қиындықтарына сынып қаласың. Сол себептен де ұбт-ға жай ғана бір тест ретінде қарау керек сияқты. Ол менің ойымша түлектердің өзі бүйтіп қорқынышты қылып көрсететін. Ал былайынша қарағанда басқа тесттермен салыстырғанда ұбт өте оңай тест. Тамаша, оқыған адамға білім оңай, иә? Иә. Керемет. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен де дәл солай ойлаймын. Негізі бұрында басқа адамдар тапсырып жатқанда тоже қорқыныш сезімі болатын. Бірақ өзің ұстап көргеннен кейін қорқыныш сезім кетіп қалады. Иә. Ұлттық бірыңғай тест дегенде сізде қандай сезім болды, Іңкәр? Сентябрь, енді қыркүйек кезінде басында қорқасың ғой, қорқасың, үрей болады, уайымдайсың. Бірақ қаңтар, наурыз, ұбт-дан кейін көресің ғой, қалай бәр жағдай болады. Содан кейін кішкене қорқынышың басылады, өзіне сенімді бола бастайсың. Бірақ үрей, қорқыныш деген ол бәрібір де болады деп ойлаймын. Әрине болады, иә. Жалпы қобалжу мынау зейіннің бір ортаға шоғырлануына әсер ете ме, жоқ әлде жалпы адамның бойына күш бере ме? Мынау қобалжу. Қалай ойлайсыздар? Психологиялық күй ғой бұл қобалжу деген, иә. Осы қобалжу белгілі бір деңгейде адамға күш бере ме, жоқ әлде зейіннің шоғырлануына әрекет жасай ма? Мен ойымша қобалжу деген ол бәрібір адамның осы мысалы ұбт жағынан ұбт-ны дұрыс бағалай білді. Яғни әр адам қобалжымайтын адам жоқ. Адам қорықса қобалжиды, болмаса осы уровеньді түсініп өз-өзіне деген жауапкершілік алған кезде де қобалжиды. Тамаша. Сондықтан да қобалжу әрине барлық адамда болады. Ол қобалжуды қолға алып та білу керек. Қалай жеңу керек оны? Сіз мысалы қалай жеңдіңіз қобалжуды? Қобалжуды мен негізі өзім қобалжыған кезде құсамын. Құсам жолым болады. Мысалы қорғау, жарыс, тест, соның бәрін алды, мысалы маңызды. Қобалжуда мен құсуға тартады. Сол кезде құспасам, сол күні жолым болмайды. Не сияқты ғой? Қандай? Жолыңызды ашатын сияқты. Иә, бірақ сол әр тест, қорғау, маңызды конференция, маңызды кездесулердің алдында мен міндетті түрде құсамын. Сөйтіп жаман энергиясын шығарады ғой. Өте тамаша, өте тамаша. Әртүрлі реакция береді, қобалжудың өзі. Құспасам жолым болмайды. Мен мысалы қобалжығанда өзімнің бір традицияларым бар, соны істеймін. Айтпай қояйын, құспаймын Бірақ бір өзіңіздің жасайтын бір әрекеттеріңіз әдістерім бар, иә. Әдістеріңіз, соларды жасайсыз, сонда жолыңыз болады, иә? Иә. Мүмкін ол менің бір Қобалжудан арыласыз. просто ойлайтын шығармын, солай өзім подсознанием сөйтіп қабылдап қойған шығар. Бірақ көмектеседі негізі. Түпкі сана сенім ұялаған кезде, түпкі санада, түпкі сана айтады ғой, ойлар заттанады деп. Түпкі санаға қондырып алған соң, сіздің ойыңыз соның бәрі мақұл көрген сияқты болады, тамаша. Жалпы ары қарай балалар, осы ұлттық бірыңғай тестіге дайындалу кезең, осы маңызды кезеңде ата-аналарыңыз және де достарыңыз солардың тарапынан қандай қолдаулар көріп жатсыздар? Қолдау бар ма? Кімдердің тарапынан көп болып жатыр? Айта қойыңыз. Бізді курсқа беріп жатқан барлық қалаған оқу орнымызға түсу үшін көмектесіп жатқан ата-анамыз. Қолдау беріп жатқанда сөзбен, материалды түрде бізді курстарға жазып жатқанда ата-ана,
сол және біздің мотивациямыздың өзі кейбіреуінде ата ана деп ойлаймын. Ата анаңызға алғыс айтасыз, иә? тарапынан қолдау үлкен, себебі мен ол кісілерге мен қалаған жеріме түспесем, бір жыл дайындыққа бөлем деген кезде ешқандай андай ұрсу болмаса, көңілі толмау деген болған жоқ. Тек қана біз саған сенеміз, әрі қарай жалғастыра бер, оқуға түспесең келесі жылы түсерсің. Ұнаған жеріне бар деді. Маңыздысы сол деді. Ал былай қысым, сен осы жылы оқуға түсуің керексің, сен оқуға қатармен түс, ана жерге бар, мына жерге бар деген қысым сезілмейді, қысым да болмады. Тек ұнаған жеріне бар, осы жылы түспесең, алдағы жылдарда уақыт бар, тек поддержка береміз. Түсіністік, қолдау және де сіздің қалауыңызбен жұмыс жасауыңызға еркіндік беріп отыр, иә? Тамаша, керемет. Сіздерде? Менде де сол ата-анам мен ағаларымның тарапынан үлкен қолдау беріліп жатыр. Жалпы мен ағам енді тапсырған ғой енді. Сосын айтады, енді деген ол ұбт деген жай ғана бір өмірдің қадамы ғой, уайымдамай-ақ қой. Болса болады, болмаса болмайды деп. Ата-анам да сөйтіп айтады, уайымдама деп. Сол себептен де ата-анам мен жақындарымның тарапынан көп қолдау көріп жатырмын. Менде де негізі басты қолдау ата-анадан болып жатыр. Ең бастысы маған еркіндік беріп тұр. Мені мынаны істедің бе, курсыңның білмеймін бір кураторлар жазады ғой. Енді отчет береді ата-анаға әр айдың сайы, әр аптаның сайы. Сол кезде мысалы енді кейбір жағдайлар болады, жаман результаттар шығып қалады, сонда да қыспайды. Және де маған негізі әкемнің қолдауы ұнайды. Себебі енді әке де ол материалдық көмектер береді көбінесе. Сондықтан да маған айтады, еш қобалжыма, түспесең ақыл оқытам, не болмасын мен сені оқытам деп айтады. Сол ғана айтты. Не де болса да мен сенің қасыңдамын дейді. Ата-анаң тамаша, керемет. Ата-аналарымызға мың алғыс. Иә, бізді көріп отырса, балапандарыңыз қанатын қатайтып өмірдің осындай маңызды кезеңінен өтіп, әрбір қазақтың үйінде ақсарбас сойылатын сондай деңгейге жетеді. Иә. Енді балалар жалпы осы 11-ші сынып оқып жатқан сәттерде, осы тем более қазіргі мынау маңызды сәттерге таяу кездерде бір өкініштер бар ма? Осылай жасамағаным дұрыс пе еді сол кезде деген сияқты сондай бір кеудеде қалып қалған өкініштер жоқ па? Жоқ. Біреулерге қатысты, не болмаса өзіңе қатысты ешқандай өкініштер жоқ, иә? Сондай сезімдер. Мен ойлаймын, егер де адам өкінетін болса, онда оны жасамау керек. Болашақта мен өкініп қаламау деп істейтін ойлайды ғой, сол кезде жасамау керек. Ал істетіп уже ол істі енді қайтара алмайсың ғой артқа. Сол себептен де қайтара алмайтын, болашақта кейін қайтара алмайтын нәрсені өкінбеу керек. Керісінше ол саған өмірлік тәжірибе. Болашақта сен ол қателігіңді екінші рет қайта алмайсың. Әр жақтан плюс іздеу керек, минус емес. Оптимизммен қарау керек өмірге. Сіздерде қандай ой? Өкініш жоқ. Өкініш жоқ. Өкініш сезім болды. Жасырын болмаса не жайында? Кім жайында? Жасырын, иә. Бірақ жақсы, өте жасырын түсіндік. Бірақ енді соның сізге әсері қандай болып тұр? Өкініштің әсері әрі қарай өмір сүру, ол өткен нәрсе. Әрі қарай мықтырақ, одан бетер оқу. Сол өкініш деңгейін көп нәрсе өзгерді. Сол өкініштің арқасында да осындай шыңдарға жетіп жатыр. Өте тамаша. Сол өкініштің де пайдасы бар екен, иә, балалар, қараңыз. Біреу сізге көмектеспей қойса, біз кейде ренжиміз ғой, көмектеспей кеткенін ай деп. Бірақ сол кісінің көмектеспей қойғанының өзі сізге көмек екен, дұрыс па? Сондықтан енді балалар, мысалы, уақытты сәл-пәл шегерейік та, қайтадан дайындық басталса. Бір мүмкіндік берілсе, нені басқаша істер едіңіз? Дайындықты ерте бастайтын. Тамаша. Қай кезден бастар едіңіз дайындықты? 10-шы сыныптан. 10-шы сыныптан бастау керек еді, иә? Тағы да. Мүмкін мен де солай шығар. Маған өз ортам ұнайды, қызығырақ, кішкене тоймай қалған сияқты. Сондықтан ерте бастағанда мүмкін деп. Бірақ қазір қыркүйек айында бастағаным да кеш емес. Сондықтан ол өкінішім кәдімгідей өкінем емес, жай андай. Бір сезім ретінде қалып жатыр, иә?
басқа оқушыларға қандай кеңес берер едіңіздер? Мынау келе жатқан арттарыңыздан еріп, жаңа Құндыз айтты ғой, 10 сыныпта бастар едім деп. Мүмкін сондай жағдайда ұсыныс айтасыздар ма, кеңестеріңіз? Менің кеңесім тоқтамау, мүлдем тоқтамау. Қандай қиындық болсын, қандай выгорание болсын, кедергі болсын, мен қолымнан келеді, қандай ойын туындамасын, сен жүруді тоқтатпау керексің, тек алға қадам баса беру керексің. Иә, шаршап қаласың, содан кейін кішкене баяу жүретін шығарсың, бірақ сонда да мүлдем тоқтап қалмау керек, өйткені өмір өзен, сол ағыстан қалып қалмау керексің. Тамаша. Уақытпен қас қағым сәтте өзгеріп жатыр, дүние, жаһандық дәуір қазір. Қас қағым сәтке сол не істеу керек? Тез бейімделуге, ықшамдалу, әрекет жасау керек. Тоқтамау керек. Ол андай бүкіл бос уақытын ғана арнап бүйтіп, бүкіл зейінін сол іске ғана арнап емес, тіпті шаршап қалғанның өзінде де ақырын баяу жүріп болсын, бүйтіп бастап, бірақ ең бастысы тоқтамау керек. Керемет, керемет. Сіздерде қандай кеңес? Менің кеңесім, оқушы 10 сыныпқа келгенде амандықтан тап білсін. Өзінің амандығын нақты таңдағаннан кейін, жаңа Құндыз айтып өткендей, 10 сыныптан көп болмасын болсын, осы жаңағы базаны, тағы да басқаны ұбт-ға деген дайындықты сол 10 сыныптан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бала 2 жылда ондай қатты үлкен стресс алмай, өзі сол 2 жыл уақыт негізі ұбт тапсыруға дайындығына жетеді, және де өзінің керек барын стрессіз, қиналусыз, қобалжусыз ала алады деп ойлаймын. Тамаша, тамаша. Менде 2 кеңес бар. Ең біріншісі ол всегда план құру. Екіншісі ешқашан өзіңді басқалармен салыстырмау. Ең біріншісі план дегенде, жоспар. Жоспарды сен құрған кезде өзіңе көп алмау керексің. То есть понедельник, мысалы, дүйсенбі күні бастадың дейік, ұбт-ға дайындықты. Курсқа жазылдың, және де естественно, курста болғандықтан көп тапсырмалар бере береді. Мұғалімдердің басты міндеті сол сені курсқа дайындау, и олар сенің психологиялық, мысалы, жағдайға қатты көңіл бөлмейді. Олардың жұмысы жай ғана білім беру. Сондықтан да өзіңе жақсартып план құру керек. Дүйсенбі күні мен, мысалы, тарихты оқимын, содан кешке қарай QZ тестті талдаймын деп. Солай план құрып, 1 жылға болсын, либо ол қиын болып кетсе, 1 аптаға, немесе 5 күнге, солай әртүрлі өзіңе қалай ұнайды солай план құру керек. Екіншісі, ешқашан өзіңді өзгелермен салыстырмау керек. Өте үлкен соққы береді. Мысалы, менің құрбым бар. Біз, мысалы, айтайық, бірдей пән, бейіндік пәндер тапсырамыз, бір профессияға түсеміз, бір мамандыққа. Бірақ ол менен көбірек алады, бірақ мен одан қарағанда көбірек жұмыс істеймін. Олай болмау керек. Әркімнің өзінің жолы бар. Мысалы, кейбіреуі өте ерте бай болып кетеді. Кейбіреуі 60-70-ке келгенде ғана. Сондықтан мен ойлаймын, әркімнің өз уақыты бар. Сен бұған жете алмасаң, сенде басқа жол бар. Сол. Керемет, керемет. Шын мәнінде басқалармен өзін салыстырудың қажеті жоқ, психологиялық тұрғыда. Өйткені Жұлдызай айтпақшы, мен Жұлдызай қосылам, әркімнің өз жолы бар. Сол жол ол кісіге арналған осы өмірде. Әркімнің жүріп өтетін жолы, кедергісі бар ма, қуанышы бар ма, қызығы бар ма. Негізі біреумен өзін салыстырып, не болмаса біреу үшін өмір сүру, ол қате пікір. Жалпы өзінің пікірі, өзінің ойы. Басқалардың пікірі дүниедегі ең арзан нәрсе. Соны ұмытпау керек. Жалпы балалар, ұлттық бірыңғай тесті жауапкершілік пе, мүмкіндік пе, жоқ әлде қысым ба? Сіз үшін мүмкіндік. Неге мүмкіндік деп ойлайсыз? Себебі енді мысал үшін шетелдермен салыстырғанда Қазақстанда ең болмағанда түлектерге мүмкіндік береді тегін грантта оқуға. Ал Американы алайық, Америкада тек қана сен мынандай Эйнштейн болмасаң, саған ешкім ондай стипендия бермейді, грант бермейді. Ал Қазақстанда керісінше сен 1 жыл дайындалып, соответственно, тест тапсырасың, оның варианты болады, оңайырақ болады, енді басқа тесттермен салыстырғанда. Сөйтіп, сен өз қалаған мамандығыңа грантқа түсе аласың. Тегін ата-анаңа ауыртпашылық салмай, өзіңе де ауыртпашылық салмай. Сол себептен де бұл үкіметтің тарапынан бізге берілген мүмкіндік деп ойлаймын. Сол мүмкіндікті дұрыс пайдалана білу керек, жыланбай. Өте жақсы. Мемлекеттік деңгейде біздің елдің болашағы, біздің елдің ұл қыздар үшін қандай керемет мүмкіндіктер жасап отыр, балалар. Шын мәнінде, егер біз оны
қалтамызбен оқитын болсақ, біреу мүмкін көтере алатын шығар білімімен, басымен. Біреуде басы болып тұрса да, білімі болып тұрса да, егер қаржыға түссе мәселе, онда мүмкін біз далада қалып қоятындай жағдайлар болушы еді. Сондықтан біз мемлекетімізге де, мемлекетіміз үшін қызмет ету келешекте енді бізге бұйырсын, балалар. Сол мемлекеттің бізге жасап отқан мүмкіндігін ешқашан ұмытпауымыз керек. Біз отанымыз үшін қандай жағдай болмасын, сол отанға деген қызметімізді адал атқаруға, академиялық адал жолда келешекте ұрпақ дайындауға, ұрпақ жетелеуге, ұрпақты ары қарай сабақтастыруға, соған осы бастан біз не істеп жүруіміз керек? Қалай ойлайсыздар? Білім алып, еңбек етіп, болашақта ұлтымызға қызмет жасауға дайындық жасап жүру керек екен. Өте жақсы. Жалпы балалар, қандай мамандықтарға бағытталып отырсыздар? Мұғалімдік. Сізде мұғалімдік қай пәннен? Мұғалімдік мамандығы жақсы, тамаша. Жұлдызай? Психология өте тамаша. Қазір психология трендтегі мамандық қой. Батырхан, сіз қандай мамандыққа шешім қабылдап отырсыз? Медицина. Медицинаға. Болып атса, қандай медицина ішінде қандай дәрігер сізге ұнайтыны? Зерттеуші медицина немесе хирург. Тамаша, керемет. Ал Іңкәр? Мен театр және кино артисі мамандығына. Актрисасы, Иә, өзіңізге керемет ұнай ма? әрине. Тамаша, тамаша. Жалпы енді балалар, соңғы сұрағым. Ұлттық бірыңғай тестіге сіздер қазір уақыт өздеріңіз таңдадыңыздар. Қай кезде бізде Батырхан бармайды, Батырхан шетелге түсесе, ал сіздер барасыздар ұлттық бірыңғай тестіге. Енді ұлттық бірыңғай тестіде сол күні сіз тапсырып шықтыңыз делік. Енді оны Құдайға ғана аян, балалар, алдағы уақыт. Бәрі жақсы болсын, балалар. Сөз жоқ, жақсы болады да. Бірақ қандай да бір сол ұбытының нәтижесі сізге қандай әсер етеді деп ойлайсыз? Қалай әсер етеді сізге? Біріншіден, менің 1 жылдық еңбегімнің ақталғаны, өз-өзіме деген мақтаныш сезімі пайда болады. Екіншіден, егер де менің нәтижем онша емес болып қалса, енді екі жағдайды да қарастыру керек қой. Ол керісінше мені сындырмайды, маған керісінше мотивация береді. Себебі бізде екі ұбыты бар, екі мүмкіндік бар. Екінші мүмкіндікте, демек, мен жақсы балл алуға тырысамын, және бұл маған ары қарай оқуын жалғастыруға мотивация береді. Тамаша, керемет. Өзіне өзі сенімділік көрініп тұр, ал Жұлдызай, сіз? Мен егер де өзім қалаған балды 110-нан жоғары балл алсам, ең бастысы ол маған мынандай, оф, наконец-то болды, құтылдым деген сондай сезім береді. Ал егер де өте алмай қалсам, менде екінші план бар, сондықтан да мен ешқашан күйзелмеймін. Мен өз сондай адамын, андай тревожный дейді ғой, всегда екі жақты қарастырып жүреді, плюсында, оңында, и өзімді и өзіме солай, өзімді қатты жақсы көремін ба, білмеймін, өзіме всегда Тамаша қасиет. Сол, өзімді қатты жақсы көремін, сол үшін өзімді екі жақтан да қарастырамын, и өзімді соған дайындаймын. Егер де алсам, әрине күшті, алмасам, сынбаймын, екінші планым бар. Керемет. Біз жалпы адамның психологиясы солай ма? Біз алға жүріп баратсақ та, біз алдағы мақсатымыз үшін ғана ойланамыз, бірақ оның плюс-минустары, қауіптері келеді, мүмкіндіктері қандай, субот анализ жасап білмейміз ғой. Содан соң мен өзімізді жігерлендіруде, Жұлдызайдың мына ойы өте тамаша, маған әсер етіп отыр да. Ол Жұлдызайдың жаңағы қандай бір жағдайда мынандай жетістікке жетемін, не болмаса болмай қалған жағдайда осындай болады деген, сразу бірден екі жолды ұстап, екі жолға да не дайындау, жауап дайындау өте тамаша дүние. Керемет. Жарайсыз. Ал Іңкәр? Шықсам, қуанам, жоғары балл алғаныма, сосын екінші ұбытқа мүлде дайындамай. Керемет, сенімдісіз. Жақсы сөздің өзі, балалар, қандай керемет. Жақсы сөз жарым-ырыс. Өте тамаша. Сіздердің мынау бұл түпкі санадан келіп тұрған ақпарат сіздерге өте тамаша. Не деп аяқтайсыз осы ойыңызды бүгінгі біздің мынау тақырыптың ұлттық бірыңғай тестіге психологиялық дайындықтың енді ой түйіні? Яғни, бір ауыз сөзбен түйіндесек, ұбыт ол қорқынышты емес, жай ғана сынақ. Сол сынақты қабылдай білу керек. Ары қарай болашақ түлектерге 11-ші сынып бітіріп жатқан өзімнің достарыма сәттілік тілеймін.
тиін ол психология. Иә, тиін сол психологиялық жақтан мықты болу керек. Өмір деген өте қиын зат, сынақ. И негізі өмірде көптеген мықты адамдар бар. Тек қана еркектер емес, өте күшті әйелдер де бар, өте мықты. Сондықтан да психологиялық тұрғыдан мықты болсаң, әр сынақты жеңіп кетесің. Сол болды. Рахмет, Іңкәр. Тиын ешқашан берілмеңдер, ең бастысы өздеріне деген сенімдерің, және тек сәттілік тілеймін, берілмеңдер, оймаңдар. Сол. Керемет, тамаша. Ал Батырханмен аяқтайық, өйткені Батырханның жолы, ердің жолы әрқашанда болады, иә. Сондықтан ер азамат елге тілек айтып атса, одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Жалпы осы биылғы 11, енді өзің Америка құрама штаттарында міне бірнеше күн болды ғой сапардан келгеніңе. Жалпы алыс жақынға үнемі жолға шығып жүрмесең де, бірден алысқа Америкаға жол тартып келдің, иә? Шетелді көріп келдің демек. Осы биылғы 11 сыныптың ішіндегі ерен еңбегімен өзің аталып жатсың ғой. Сенің жолыңды берсін біздің барлық мектеп бітіруші түлектерге. Енді осы барлық биыл мектеп бітіруші түлек достарыңа қандай тілек айтасың, Батырхан? 10 сынып оқушыларына және бітіруші түлектер мен достарыма кеңесім оқу керек. Қазіргі таңда оқуға деген поддержка өте үлкен. Егер сен оқысаң, тек қана ұбт ғана емес, басқа да оқуға түсетін жолдар бар. Орын бірі болашақ программасы, және де өзің де түсе аласың. Сондықтан да әрдайым осы үлкен ғалымдар айтып кеткендей, оқу және оқу. Тамаша. Керемет, оқу, иә? Оқу деп отырсыз ғой. Тамаша, керемет. Бүгінгі біздің кезекті подкастымыз осымен аяқталды. Бізден бір ой осы болды. Келесі кездескенше.